2020 жылдың қаңтарында елімізде 30 күнге дейін болатын шетелдіктер үшін міндетті уақытша тіркеу рәсімін қысқартатын Қазақстан Республикасының көші-қон заңнамасындағы өзгерістер заңды күшіне енді. Енгізілген түзетулер туристке жеке уақытын үнемдеу барысында тікелей көші-қон қызметіне бұдан былай бармауға мүмкіндік берді. Сондай-ақ тіркеу мерзімдерін бұзған үшін әкімшілік жауапкершілігі алып тасталынды. Көші-қон заңнамасын сақтау үшін жауапкершілік тек қабылдаушы тарапта қалды. Ол енді шетелдік қонақтың келуі туралы Ішкі істер министрлігі мен Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі әзірлеген Е-қонақ ақпараттық жүйесі арқылы хабардар ете алады. Е-қонақ бұл туристік ағын рейстерінің деректерін жинау, өңдеу және орналастыру орындары, көші-қон процестерін тиімді бақылау және көші-қон қызметін онлайн режимінде шетелдік туристердің келуі туралы хабардар ету, орналастыру орындарының процестерін автоматтандыру, қонақ үйлер